Мешіт махаббат пен иманның тоғысқан мекені. Жүректер тынышталып, тілектер орындалатын қасиетті жер. Алаштың амандығын Алладан сұраған ағайын, армысыздар. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Шығарылымның бүгінгі санында Орта Азиядағы ең үлкен мешіттердің бірі Ақ мешітті көрсетіп, Беспектір отбасының қолөнер бұйымдарын тамашалайтын боламыз. Жалпы аумағы 3 гектар болатын алып мешіт елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Біріккен Араб Әмірлігі мемлекетінің бұрынғы басшысы Халифа Әл-Нахаянның келісімшарт негізінде салынған. Қазір Халифа Әл-Нахаян Ақ мешіті деп аталады. Көлемі жағынан елордамыздағы Әзірет Сұлтан мешітінен кейінгі екінші орында тұр. Іргетасы 2008 жылы қаланып, 2013 жылы 31 мамырда пайдалануға берілген. Ақ мешіт Шымкент қаласының батыс жағындағы Темірлан тас жолының бойында орналасқан. Өзгеше сәулет стилімен үлкен күмбез және биік мұнаралармен толықтырылған кешен қаланың ең әдемі ғимараттарының бірі саналады. Бұл Ақ мешіт өздеріңіз қаланың кіреберісінде, мынау әуежайдан келе жатқан кездегі бетте орналасқан. Негізгі имамдарымыз біздің ақпараттық насихаттық тобымыз сол жақта жұмыс жасайды. Өздерінің архитектуралық келбеттерімен де өзгеше, осы біздің өңірдегі ең үлкен мешіттердің бірі болып табылады. Ақ мешітте бір уақытта 7000 адам құлшылық жасай алады. Екі қабатты нысанның ең биік нүктесі 37 метр болса, 4 мұнараның әрқайсысы 33 метрді құрайды. Алыстан қарасаң Ақшаңқан кигіз үйге ұқсайтын кешеннің ішкі құрылысы да соған сай ойластырылған. Мысалы, үлкен залға бірде-бір тіреу діңгек қойылмаған және уық бейнелі 33 бағана төбедегі шаңырақты көтеріп тұрғандай кейіпте жасалған. Бұл орталық мешіт тек қана бір 5 уақыт намаз оқитын жер ғана емес, рухани орталық болып жатыр бүгінгі таңда. Саяхатшылардың, көптеген туристердің бас сұғатын, тамашалайтын бір зәулім ғимаратына айналып отыр. Қазіргі таңда мешіттің айналасындағы 1,2 гектар жерге көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, 1000-ға жуық ағаш және бұта отырғызылған. Туристер мен өзге де келушілерге қолайлы жағдай жасау мақсатында қызметкерлердің санын арттырып, автотұрақтарды жөндеу көзделген. Біздің мешітте 20 шақты адам жұмыс істейді. Олардың қатарында 6 имамымыз бар және 3 ұстазымыз. Енді Құдай қаласа осы 2 ғимаратымыз қосылатын болса, ұстаздардың да саны көбейеді. Келесі жылдың көктемінде автотұрақты мына жерде ашатын болсақ, тіпті адамдарға келіп кетуіне де өте жеңіл болады. Мешіт әкімшілігі діни уағыздар мен рухани кездесулерден бөлек әлеуметтік жағдай төмен немесе көпбалалы отбасынан шыққан студенттерге тегін көмек көрсетуге ниетті. Тіпті кәсіп ашып, өз жұмысын жүргізем деген азаматтарға да қолдау бар. Сонымен қатар мынау мешітімізде бір жаңалық десек те болады, тың бастама десек те болады. Бір жағынан мемлекетіміздің саясатын қолдау десек те болады. Мынау студенттер үйін ашып жатырмыз. Бүгінгі таңда барлық құжаттары бітті. 120 балаға арналған, студентке арналған арнайы біздің жаңағы үлкен ғимаратымыз бар, жатақханамыз бар, оқу корпусы бар. Бүгінгі таңда осындай бір жақсы жаңалықпен бастағалы отырмыз. Ол жерде жаңағы көп балалы отбасылар бар, жағдайы жоқ, бірақ талантты, талапты сондай студенттерді қабылдаймыз. Олардың жату орны, тамағы барлығы тегін болып есептеледі Құдай қаласа. Түсірілім тобының ендігі бағыты Беспектір отбасының Алтын Орда жеке көркем сурет галереясы. Қазақстан қолөнершілер одағының бөлімшесі болып табылатын нысанның жалпы аумағы 700 шаршы метрді алып жатыр. Таңғаларлығы, бір отбасында 7 бірдей Қазақстан суретшілер одағының мүшесі тұрады. Мың естігеннен бір көрген артық дейтін сөздің реті келіп тұр. Өйткені таңғалмау мүмкін емес. Бейне бір қолөнер бұйымдарын жасайтын фабрика дерсіз. Шығармашыл отбасының шексіз қиялынан туған әр туындының өз айтары бар. Тек түсіне білу керек. Біз бұл қолөнерде жүргенімізге, Совет өкімет тұсының аяғынан бастап, осы жекеменшік қолөнермен айналысамыз. Біздің отбасымызда алатын болсақ, былғарымен жұмыс істеу, киізбен жұмыс істеу, зергерлікті істеу, сүйекпен істеу, саз балшықтан жасау барлық түрлері бар. Оның ішінде біз Айдарбек Бакулаш келіншегіміз екеуміз кескіндемешіміз. Сол кескіндемешіні мысалы алған кезде біздің төл өнеріміз мынау киіз өнері болатын болса, ата-бабамыздың өнері. Сол кескіндемедегі оқыған ілім білімімізді осы киіз өнерінде де пайдаланамыз.
500-ге жуық қолөнер туындысының ішінде маған қатты ұнағаны мына ашамай. Болатбек Бектасұлы ағамыз алдағы уақытта арнайы атағаш жасап, осы ер тоқымға лайықталған атты жасап, баланың ұлттық таным деңгейін арттыру мақсатында осындай дүниені жасауды жоспарлап отыр. Яғни бала атағашқа атын байлап, жүген ноқтасын салып, атқа мына ер тоқымды ерттеп, айылын тартып, үзеңгісін шіреп тұрып, атына мініп, қолына қамшысын ұстап отырса, ұлы даланың ұланы деген атқа ие болады ғой ұрпағымыз. Шынымен керемет дүние. Бағыздан бүгінге, бабадан балаға жеткен дәстүрді сақтай отырып, таза әрі табиғи шикізатты пайдалану шеберлердің басты ұстанымы. Мынадай дамыған заманда мұндай қасан қағиданың қажеті қанша дерсіз, бірақ ұмыт бола бастаған кейбір ұлттық қолөнер бұйымдары өзіндік технологияны қажет етеді. Мен қазір мынау кілемді тоқып жатырмын. Бұл кілемнің аты шатыргүл. Кілемнің әр түрі болады. Тақыр кілем, түкті кілем деген сияқты. Мынау соның түкті кілемі. Қазір мынау ұзындығын 1,5 метрдей қылып тоқимын. 2 шатыргүл салам. Себебі сол станок сондайға арналған. Кішірек кілем шығарғанға. Енді мынаны 2 адамдап тоқитын болсақ, 1 айда бітіріп қоямыз. Әке көрген оқ-жанар деп тегін айтылмаса керек. Берік Болатұлы да ата жолын қуып, бала кезінен осы кәсіпке бет бұрған. Қазір темірден де, теріден де түйін түйеді. Айтуынша, туристер қазақ қолөнерін айрықша құрметтеп, кәдесый ретінде алып кететін көрінеді. Бұл теріден көп нәрсе жасауға болады. Мысалы, кәдімгі өзіміз қолданып жүрген айменнен бастап, ер тұрман, қалқан барлығын жасауға болады. Біздің көбінесе былай қарап қалсақ, бір ерекше кесекті болады. Ол мынау әр затымызды былай клишелерін, формаларын бәрін өзіміз қолдан кесіп, тапсырысқа қарай соның эскизмен жасап, мынандай формалар кесе береміз. Айтпақшы, көңіл қошыңыз болса, шеберлік сыныбына қатысуыңызға болады. Білмегеніңізді үйреніп, жасағаныңызда сатылымға қоя аласыз. Біз де ұлттық өнер өміршең болсын деп тіледік. Берік мырза аптасына тура осындай әмияндардың 200 данасын жасайды. Қазақ қолөнерінің даму деңгейін бүгін байқап тұрғандаймыз. 4000 дана әмиян Америкаға тапсырыспен жөнелтіледі. Солай ғой. Бізден де жақсыны көрмекке шеберлік сабағын алғымыз келіп тұр. Беке, не үйретесіз бізге? Қазір үйрететінім мынау мектеп жасындағы балдарға тиын салатын әмиян жасап көрсетеміз. Соны мынау лекаласы өзінің. Осыны қойып, мына жерде қазір пышақпен кесіп. Мына кесіп болған затымызға мына лекаламызды қойып, мына тесіктерін белгілеп шығамыз. Кнопка қоятын жерлер. Келесі этапымыз осы белгілеген тесіктерді мына балғамен ұрып тесіп шығасыз. Келесі этапымыз осы әмиянға оюымызды бассақ болады. Жүріңіз. Болды ма? Осы әмиянды жабылатын қап, мына жерге өз кнопкаларын орнатамыз. Міне, бір әмиян дайын. Шығарылымның бүгінгі саны қазақ үшін қастерлі қос бірдей құндылыққа арналды. Бірі дін, бірі қолөнер. Барды бағалау алаш қаманат. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолға.